Сәлем достар, сіздермен үй жағдайында жасалатын суши рецептін бөлісетін боламын. Бізге пловқа арналған ұзын күріштер емес, дөңгелек күріштер қажет болады. Күрішімізді жақсылап жуып, суын құйып, отқа қайнағанша қоямыз. Қайнаған соң оттың астын баяулатып қоямыз. Енді күрішіміз піскенше күрішке арналған соус дайындаймыз. Ол үшін уксус, ыстық су, тұз, қант, осылардың барлығын бір-бірімен жақсылап араластырып, суыған күрішке құйып, күрішімізді жақсылап араластырып аламыз. Сушидің ортасына мен қияр мен шаян таяқшаларын саламын. Қиярды дәл видеодағылай бірнеше бөліктерге бөліп, ортасындағы дәндерін жұқалап алып тастаңыз. Күріш қолыңызға жабыса бермеу үшін бізге су қажет болады. Қолыңызды сулай отырып, нори жапырақшаларының жарты бөлігіне күрішті дәл видеодағыдай жайып шығып, ортасына қияр мен шаян таяқшасын қойып, оның үстіне творожный сыр жағып, рулет секілді сушиді ораңыз. Суши темпураға арналған кляр жасаймыз, яғни қуырылған суши. 2 жұмыртқаға тұз сеуіп, ұн қосып барлығын жақсылап араластырыңыз. Азғантай соя соусынан қосып жіберсеңіз болады. Бізде осындай масса шығу қажет. Енді мен ыдысым кішкентай болғандықтан мен сушиімді ортасынан бөліп алдым. Енді осы массаға аунатып, қызып тұрған майға жан-жағын аудара отырып қуырып аласыз. Мінекей, енді біздің қуырылған сушиіміз дайын. Ас болсын.